Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі бейнероликте сіздерге Virtus жайлы айтатын боламын. Бұл жақта біз Vert криптовалютасын, яғни қазір сәтте монетасын майнинг жасайтын боламыз, және де бізге табыс түсетін болады. Табысы кейін листинг болған кезде біз оны тонға ауыстырып, және де оны USDT ретінде кошелекқа шешіп алатын боламыз. Болашағы бар проект, сондықтан бәріміз осыған назар салып, және де қазір сәттен бастап кіріп майнингқа кірісіңіз. Тон блокчейнінің мынау өзінің официальный сайты, и мына жерде валютс деген бар. Енді осыған кірсек, яғни нақты популярный бойынша бірінші болып тон Кипр тұр, и төмен жаққа түссе қараңыз, 15-ші орында қазір сәтте Virtus тұр. Яғни бұл бір шындық екенге бізге назар салдырады. Virtus негізі кастодиальный кошелек. Кастодиальный кошелек дегеніміз, ол біз, например, посредник болып кіреміз бұл кошелекқа, және де бізге сид фраза берілмейді. Яғни полный дос бізде болмайды. Все-таки біздің активімізді осылардың өздерінің авторлары көріп отыра алады. Бірақ та бұл жақ біз қазір сәтте ақша қоймаймыз, сондықтан бұлардың криптовалютасын біз наоборот табысқа жететін боламыз, және де когда біз шешкен кезде осыған запрос жіберетін боламыз. Яғни мысалы сіздер Binance'тан басқа криптовалютадан ақша шешкен кезде автоматически сіздер выводқа жібересіздер да, бұл жақта сіздер запросқа жіберетін боласыздар. Telegram ботының сілтемесін описанияға қалдырып кетемін. Кіресіздер, кіргеннен кейін create new account дегенде басасыздар. И мына жерде сізге таныстырып кетеді. Next, яғни майнинг жасайсыздар, и бірінші майнингті басайық. Ол үшін просто мына көк батырманы claim дегенді басамыз да, collect дегенді басамыз. Все, біздің бірінші майнинг басталды. Яғни сіздер 2 сағатта қазір сәтте маған 0.01 майнинг жүретін болады. Бұл жақта әрине тоже прокачка жасау керек, как обычно, ход токен сияқты. Бұл жақта тоже апгрейдқа кірсек, өзіміз буст ретінде прокачка жасасақ болады. Яғни 0.2 Virtus төлесеңіздер, сіздер уже сағат, бана 2 сағат сайын 0.1 койн емес, уже 0.2 койн табысқа жетіп отыратын боласыздар. Апгрейдтен басасыздар, бір қазір сіздермен счетта жоқ, поэтому бұны біз өкінішке орай жасай алмаймыз. Және де екіншісі, бізде уақытымызды соза аламыз, яғни 2 сағат емес 4 сағатқа созсақ, қандай пайда десеңіздер, яғни 2 сағат сайын кіріп отыру керек емес, уже 4 сағатқа сайын кіресіз. Бұдан тағы да прокачать етсеңіз, уже 12 сағат, 24 сағат сайын көбейтесіз, и сіздер уақытыңызды көп құртпайсыздар болған. Төмендегі бізде скорс, яғни қазір сәтте 1x болып тұр, сіздер 1.25x-қа көбейтсеңіздер, яғни сіздің уақытыңыз қысқартылатын болады, и табыс көп болады. Төмен жақта бізде миссия бар екен, миссияға кірейік, и давайте миссияны орындап шығайық. Мен достар, мына жақта барлық миссияны орындап шықтым, 1-2 қалды. Соның арқасында мен қазір сәтте 0.7 Vert монетасын койн жинадым. Ендігі сәтте мен қазір апгрейдке кіріп, мынаны прокачка жасай аламын. Апгрейдтен басамын. Екіншісі алды екен, уже бізге жетпейді. Екіншісіне бізге мынаған сума жетеді, яғни мынаны апгрейд жасайық, и 4 сағат сайын етіп отырамын. Келесі бізде 0.3 койн болады екен, мына жерде уже 6 сағатқа создырды алады екенмін. Яғни бұл жерде портфолио бар, Vert деген. Бізге листинг болған кезде, листинг біткен кезде, мына жақтағы біз майнинг жасаған сумамыз мына счетқа түсетін болады. Ол түскеннен кейін біз мына жақта трансфер жасайтын боламыз, яғни Vert валютаны тонға ауыстырамыз, тонда уже біз кез келген кошелекқа шешіп алатын боламыз.